өзі бір сондай кездейсоқ болып шыққан ән негізінде. Бір андай жақсы көңіл күй болып отырды, сондай бір керемет, сондай бір билейтін, сондай көңіл күй болып отырды. Сол кезде дереу жаңа шыға салған ән бір рет орындап шықтым, сонымен хит болып кетті. Әлі күнге тыңдасақ билейміз. Жаңағы YouTube'тан қарап отырмын, қаралымы да өте көп, кейінгі шыққан клиптің өзінің. Мен өзім де таң қалдым шынымен де. Енді шынымды айтсам, басқа бейнебаяндар түсіресің, біраз енді қымбаттырақ, сапалы. Оның қаралымы ондай емес шығар. Енді бұл бейнебаянды Жангүлімді жай менің бір жолдастарымыз маған сыйға тартты шынымен де. Түсіре салайық енді. Жарайды деп мен де өзім Жангүлімге көп мән бере бермедім да, шынымды айтсам. Өйткені біз жаңа әндер деп сөйтіп жатырмыз ғой. Сол себепті өзі сондай бір жай әшейін клип болса да, бұрынғы ән болса да, сондай бір өзі бағы бар екен негізі әннің. Ендеше дәл қазір ертас біз Зарина ханымға бір тосын сый жасайық, Марат Омаров ағамыз дәл қазір Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында телефон арқылы тілдессек. Марат аға, ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Алейкум, кеш жарық бауырлар. Қалыңыз қалай, амансыз ба? Посыннан сый болды ғой бұл, посыннан. Пап, қалайсыз? Көпір достығы болып жатыр ғой, екі қаланың ортасында, құда қаласа. Қазақ радиосы, Бұрын енді өзіңізден сұранып жүретін, анда тойға барайшы, мында барайшы деп жүретін Зарина сізге айтпай кеп алды бізге. Енді ол кабинеттік жастан кетті, өзі жеке. Қазір Зарина десе бәрі мына кішкентай еңкейген үлкен шалменен жаңағы еңбектеген балаға дейін біліп жатыр қазір. Марат Омаровты танымауы мүмкін, бірақ Заринаны. Ой, папа қойыңыз. Аяғыда 90 жылдары біз солай күйде отырмыз. Енді міне құда қаласа. Заман солай, Өзіңізде не жаңалық? Қайдасыз қазір? Мен Алматы. Мінекі, тамаша. Енді. Марат аға, өзіңізбен бір тілдескенде айтқан едіңіз. Басқа кішкентай күнінде әншілерге ән жазатын кезде Заринаға саған ақша жоқ фонограммамен ән жаздыртуға. Жанды дауысты айта салшы десем, жақсы деп айта қоятын деген едіңіз. Бүгін енді жанды дауысты ән шырқайды, фонограммаға мүлдем қарсы әнші Зарина ханым. Мүлдем қарсы. Тамаша. Міне күні кеше ғана Ақтоты болады біздің мәдениет министрлігі спорт. Сол кісінің қолдауымен заң қолдап жатыр. Міне, заңның қаулысы шығып жатыр. Сондықтан да мен қолдаймын, өте тамаша. Өйткені Заринаға түк емес, енді кішкентай кезден айтып отырсың ғой өзің. Шынымен де фонограмма жазған емеспіз енді. Сондықтан ол Заринаны кезінде Бибігүл Ахметовна, Роза Рымбаеваның өздері бағалап батасын берген. Мен емес, халық кейден батасын беріп жатыр иншалла. Марат аға, өзіңізде шығармашылықта не жаңалық? Біз енді Зарина жаңадан шығармашылығын қайта дамытып жатыр, ән керек дегендей. Заманауи ғой, мынау стиль, манера, жанр дегендей өзгереді ғой. Бірақ әуені қалады. Мен ырзалығым, мен қызым арза болатын, біздің ерекшелігіміз негізі Омаровтар династиясында. Мына мелодия, әсіресе, мен өткені Шәмші Батаберген сазгер демекші, сонда мелодияға қарап. Бірақ стиль анау өзгерсе де, бір Зарина арза болатын, ана мелодияға қарап таңдай біледі. Әндерді. Өзіне жағымды, жүрегіне сезім бересін үлкен. Бүгінде сондай бір премьер алып келдік, пап, мен алып келдім сіздің. Осы бүгін күні кеше ғана мынау реклама жүріп жатыр. Ахан Сатаевтың «Табиғис» деген арнайы фильмі. Сол «Табиғисі» жоғарыдан келіп, енді бізге маған жоғарыдан келіп, түнде ұйықтамастан соны естігеннен бастап бір жоғарыдан келетін бір не болады ғой. Шабыт. Сода міне «Табиғис» деген ән туды. Сол әнді Заринаға бүгін орындайын деп жатыр ғой деймін. Бірінші рет, орындайын. Емеспіз Заринаның орындауында жалпы. Бірақ ыңылдап мелодиясы берді, тек қана мынау WhatsApp арқылы бердім, тыңдаған жоқпын әлі. Маған да тосын сый болып тұр болды. Ендеше дәл қазір Қазақ радиосын қосыңыз, немесе YouTube-қа кіріңіз Қазақ радиосының парақшасына. Қазір орындаймыз қазір бірге. Бірақ менің сенім мол. Халық сенсе, мен сенсем, Зарина жақсы орындап береді деп ойлаймын. Уайымдап кеттім ғой. Жақсы, рахмет Марат аға, аман болыңыз, жақсы әндермен қазақ елін қуанта беріңіз. Ендеше осы фильм туралы айтып өтейік. Томирис фильмі жақында премьера болады. Енді жаңа әкем айтып кетті ғой, сондай бір шабыт келді деп. Осы киноға жаңағы, осы фильмге жаңағы
сондай бір қайсарлы, сондай бір қазақтың қызы деген сияқты, иә, түрк елінің қызы. Сақтың қызы, иә. Зарина да сақтың қызы, сақ патшайым. Томирис туралы айтады. Сол себепті сондай бір енді шабыт келіп сондай бір ән туды. Сол әнді бүгін орындағым келіп тұр. Бірақ енді кішкене тек қана жаңағы сөзін папам айтып жатыр ғой, WhatsApp арқылы жіберді. Әнін жаңағы тек өзі бүйтіп айтып, деп айтып жіберді ыңылдап. Сол несін көрейік енді. Бүгін енді қазақ радиосында тұсаукесер болады, иә. Тұсаукесер, және де жаңа айтып отырмыз ғой. Әнінде, сөзінде кейбір жерінде қате кетуі мүмкін. Ол жанды дауыс, сонысымен әдемі. Сонысымен дұрыс, иә. Сондықтан қазақ радиосымен бірге болыңыздар, дәл қазір орындай аламыз ғой, иә? Дәл қазір орындайық онда, иә? Солай ма? Ендеше әуен бенд сүйемелдейді. Зарина ханым, сізді ортаға шақырамыз. Су жаңа ән. Иә. Ал қадірлі радио тыңдарман, сіздер бізге қоңырау шалыңыздар. Алдағы уақытта жекпе-жек радио ойыны және өздеріңізге ұсынатын сыйлығымыз да бар. Және әрине WhatsApp әлеуметтік желімізге хат жазыңыздар, сұрақ қойыңыздар, өздеріңіздің тілектеріңізді де айтуға мүмкіндік бар. Иә, WhatsApp нөміріміз 8-700-755-3355, ал тікелей әуе толқынының нөмірі 75-72-75, Нұрсұлтан қаласының коды 717-2. Хабарласыңыздар, Зарина ханымға қояр сауалдарыңыз болса, тілектеріңіз болса, мархабат. Ал біз дәл қазір су жаңа ән Томиристің тұсауын кесеміз. Томирис фильмінің премьерасының алдында біз әнінің тұсауын кескелі отырмыз. Томирис патшайым жайлы әнді Зарина ханшайым орындамақшы. Қабыл алыңыздар, бұл ән салайық бағдарламасы. Аңызға айналып, тамырға байланып, тұғырдың туы болған. Ел үшін, жер үшін, намысты жер үшін, мәңгілік сөз болған. Тәңірден туғандай, сақ пенен ғұмдардай, ғұмыр бартай салмаған. Аруың асылдай, наруың жасындай, қай тоян қайсар анам. Томирис, дүркінің туындай, тайсылмас жылындай, жап-жарық шырағым ай. Томирис, таңымның нұр едің, тәңірдің қыз едің, жанымның тұмарындай. Рухымды туқылған, халқыма жыр болған, даламның қайда көші. Жұртымның жұрнағы, ұлтымның қыздары, түркінің арнамысы. Ай болсын, күн болсын, әлемге нұр берсін, жүрекке жұлдыздары. Шуақ пен нұр берсін, нұр менен бір болсын, ұлтымның ұл қыздары. Томирис, түркінің туындай, тайсылмас жырындай, жап-жарық шырағым ай. Томирис, таңымның нұр едің, тәңірдің қыз едің, жанымның тұмарындай. Зарина Омарова қазақ радиосында осындай тамаша әннің тұсауын кестік. Томирис әні құтты болсын, ұзағынан болсын, тамаша мағыналы, мәнді тамаша ән екен. Ой, көп рахмет. Өзім сонда қобалжып тұрмын. Иә, шында да әдемі ән, қадірлі радио тыңдарман. Біз дәл қазір тікелей эфирдеміз, сондықтан да қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар, және ертас біз алдағы уақытта міндетті түрде жекпе-жек радио ойын ойнаймыз. Иә, жұлдызбен жекпе-жек хабарласыңыздар. Біз бүгін заманауи әндерді жаздырамыз. Зарина Омаровамен жекпе-жекке түсемін десеңіздер, хабарласыңыздар. Жеңімпазға қазақ радиосының атынан сыйлығымыз да бар. Ал бізде енді WhatsApp'та. Иә, енді жақсы оқи ғой. Хаттар келіп жатыр. Сондықтан бұл кісілердің хаттарын оқып отырайын.
О, Зарина ханым келіпті дейді. Алла тағала жар болсын сізге деп. Ой, көп рахмет. О, Зарина ханым, сізді тыңдаймыз. Бізге диетаңыздың құпиясын айтсаңыз. О, басталды. Онсыз болмайды. Осы сұрақ. Иә, бұл сұрақ енді барлық жерде қойылып жүрген сұрақ, сондықтан да басқа да бір ерекше сұрақтар болса, бүгін. Бүгін, басқа бір. Міне, мынандай өлең келіпті бізге. Сіздердің еңбектеріңізге табыс тілей отырып, бүгінгі қонақтарыңыз Зарина Омароваға тілегім дейді. Гүлдей жайнап жүріңіз, ұзақ өмір сүріңіз, ақ тілегін ақтарған адай қыз деп біліңіз. Жапырағыңыз жайылып, ойнаңызда күліңіз, төге берсін шуағын, арайлы ақ күніңіз. Айналайын Зарина, аман есен жүріңіз, мәзім Шотан қызы Индербор кентінен дейді. Ой, қандай керемет. Тамаша осындай хаттар келеді бізге. Енді дәл қазір бізде қоңырау шалған тыңдарманымыз бар секілді, біз тілдесіп көрейік, тыңдарманымызбен. Алло, қайырлы кеш. Ассалаумалейкум. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Таныс дауыс. Алматы қаласынан тұрақты тыңдармандарыңыз келсін. Жолда кетіп баратып естіп, жаңағы батылға қаптақ шештік. Жақсы, жұлдызды батыл деп атайық. Біз негіз жекпе-жек дейтінбіз. Көгершін мырза сол жақта, оң жақта Зарина Омарова. Дәл қазір біз қазақ эстрадасындағы қазіргі кезде хит болып жатқан. Енді эстрадада болғанда оның ішінде тойдың хиттары бар, жаңағы жастардың арасында хиттар бар деген сияқты. Сондай әндерді қоямыз, сіздер табуларыңыз керек. Кім бірінші табады, соған бір ұпай. Ендеше кеттік, бірінші ән мұқият тыңдаңыздар. Жоқ, бұл ән емес. Жұлдызбен жекпе-жек. Дауменлес, жаныңды сал, жауын сеппелес. Айтайын деп отыр едім. Қандай ән? Қазір бұлдырлап біреу ән айтса бәрін 91 десек дәл түсеміз. Әннің аты керек бізге. Әннің аты керек па? Иә. Енді көп вариант жоқ. Жаңағы бәрі есімді ма сол ғой деймін. Қалай? Қайырманда сөздер оғып бәрі есімде деген жерлері бар. Тыңдай қайырмасын. Естің ғой радиодан. Не деді? Бәрі біледі. Бәрі біледі, иә. Көгершін, ренжімеңіз, Зарина ханымға береміз, бәрі біледі. Болды. Ал, жақсы, келесі. Бәрі біледі деп жатыр. Ал екінші ән. Төреғали Төрелі. Оригиналсың. Әбжаппар Әлқожа, Енді көгершін әннің атын айтып, сондықтан бір ұпайды көгершінге берсін. Бірде бір. Ал кеттік екінші ән. Үшінші ән. Шымкент шоуынан не оқиды? Әзімбектің әні ғой деймін, патрулеттетін. Қандай ән? 25 теңге емес па? Жақсы, Әзімбектің атын айтты, сондықтан көгершінге береміз. Қандай? Бұл енді атынан айтып тұру қатын сонда керемет. Қатын деген ән. Естідім жақында, осы ән үшін бір кішкене дау туды ғой дейін. Дау туып жатыр, иә. Әзімбек Байлин, Алашұлы тобының мүшесі. Көгершін тапты. Жақында ғана Әзімбектен бір тойда болдым, сол кезде ауыз өлеңді айтқан. Сол еске түсті ғой қазір, иә? Тойда айтып жүр бұл әнді, иә? Тойға барғандың пайдасы. Екіде бір кеттік, үшінші ән. Мойныңда сенің күмістен алқа, толқынды жағы, екеуміз ғана. Махаббатым болды ма? Бізде бұл жерде интернет көмекке келіп жатқан сияқты ар жақта, иә? Иә. Шазам ба? Ау. Әнім көмектесіп жатыр. Негіз ана Молданазарға келіп тұр, Молданазар айтады ғой соны. Бірақ Шазамның көмегі бар сияқты. Бар сияқты, иә.
Жазам бар. Бар деп мойындайды ғой. Мойындады. Жақсы. Сондықтан көгершін Міне андай, не андай, жастар тез қимылдап жатыр, айтып жатыр маған. Иә. Бірақ менде Сондықтан ұпайдың бәрін інің екеуіңізге бөлеміз, сол кезде Зарина ханым жеңеді. Жақсы, үшінші ән тыңдайық. Бұл Молданазар болатын, Иә. Шазамды өшіргіздер. Кім еді? Біліп тұрған сияқтымын қазір. Қайтып келмейді. Кім бұл? Зарина айтыңыз енді. Қазір. Мен айтып қоямын ғой. Қорқытады. Қорқытты мен, айтып қоямын мені. Көгершін, айта бер, Айта ғой, бәрі айта ғой. жеңімпаз атанбайсыңдар енді, Шазамды қолданғандықтан. Кім орындайды? 18-25 деген кит өлең ғой, тойдың өлеңі. Иә. Орындаушысы кім? Орындаушысы Жарайды. Рахымжан Жақайым деген жігіт орындайды. 6,5, 7,5 деген әнді де осы айтады. Бұларды әдейі тыңдатып жатырмыз. Көгершін мырза, сізге рахмет. Енді Шазамды қолданғандықтан біз сізге жеңіс бере алмаймыз. Біз өте әділ радиомыз. Рахмет хабарласқаныңызға, Көгершін мырза. Тыңдап отырсыз әндерді. Қатын кетті, 18 мен 25 кетті. Неше түрлі әндер. Сөзі түсініксіз, орысша сөздер бар арасында. Біздің қазіргі кездегі қазақ эстрадасындағы ең хит әндер, шыны керек, жастар көп білетін. Иә. Ертас, не дейсің енді бұған не деп айтуға мүмкін? Білмеймін, шынымен де. Қаралымы миллиондар ютубта. Және де тойда осы әндер қойылады қазір. Ал ендеше бізге келген хаттарға кезек берейік, иә, уақыттығыз өйткені бізде ән шырқауымыз керек. Сұрау осындай әндер сияқты. Иә, солай болып тұр ғой енді заманның ырғағына қарай. Зарина ханымға өте ғашық едім уақытында дейді бізге келген хат. Кейінгі кездерді көрінбей кетті, сіздерден өтініш телефон нөмірін алып бересіздер ме? Зарина ханымға өміріне береке тілеймін. Жетісайдан тыңдаушыңыз Серіктен келген хат. Көп рахмет. Серік, сіз кешігіп қалдыңыз. Нөмірді осыдан 10-15 жыл бұрын сұрау керек еді. Келесі хат. Кеш жарық, Зарина ханым, сәлеметсіз бе? Бұл Ақтөбе облысынан жазып отырмын. Зарина ханым, менің білуімше сіздің жолдасыңыз Ақтөбенің ме? Жангүлім, әніңіз өте керемет. Сіздің төл құжатыңыз десек те болады. Сіз өте әдемі, сіз әрдайым осындай сұлу, әдемі болып жүре беріңіз. Деніңіз сау болсын, балаларыңыз аман болсын дейді. Аумин, айтқаныңыз келсін. Иә, тағы бір хат. Мен Зарина ханымнан кешірім сұрайын деп едім дейді. Жетісайдан Райымбек. Ол кісі туралы жаңағы фонограммамен ғана ән айтады деп айтып жүрген едім дейді. Бүгін көзім жетіп отырды. Туф, қандай керемет. Міне, бүгін талай осындай тыңдармандардың көзін ашып жатыр. Сіздердің осындай радиоларыңызда, бағдарламаларыңыздың арқасында халық біліп жатыр. Біз жанды дауыста өлең айта алатынымызды, иә? Ендеше тағы да дәлелдейік, иә, жанды дауыста ән шырқайтынымызды. Әрине дәлелдейік. Қандай ән айтамыз қазір? Қазір Жангүлімді шырқаймыз ба? Жангүлімді шырқайық па? Билейік. Кішкене көңіл көтерейік онда. Иә, құрметті радио тыңдаушы, егер көлікте келе жатсаңыздар, жолдың шетіне тоқтаңыздар, көліктен шығыңыздар, қазір билейміз. Зарина Омарова бәрімізді сол тамаша хит Жангүлім әнімен билетпек. Бұл ән салайық бағдарламасы әуен бенд бізде сүйемелдейді. Сондықтан біздің әуе толқыннан алыстамайық. Бұл қазақ радиосы. Ал кеттік Жангүлім әні. Жұлдыздай жарқыраған аспанымдай, аққудай атыңа ән қосқанымдай, өзіңнен бірге жүрсем арман бар ма? Осынау өмір деген қасқағымда. Қайда Жангүлім, жайнатан нұрым, өмір серігім, сенсің тағдырым. Қайда Жангүлім, жайнатан нұрым, өмір серігім, сенсің тағдырым. Құдайым енді бізді айырып
болмашы, әрдайым әуелетті бір ән салсам, сол әннің сенсің ылғи қайырмасы. Қайда жан гүлім, жайна таң нұрым, өмір серігім, сенсің тағдырым. Қайда жан гүлім, жайна таң нұрым, өмір серігім, сенсің тағдырым. Опа! Қайда қулар, асылар улар, оттай жаныңдар, жарық жұлдыздар. Қайда қулар, асылар улар, оттай жаныңдар, жарық жұлдыздар. Жайна таң нұрым, өмір серігім, сенсің тағдырым. Қайда жан гүлім, жайна таң нұрым, өмір серігім, сенсің тағдырым. Көп рахмет. Зарина Омарова, тамаша ән салайық бағдарламасында осылай билеп алған жайымыз бар. Оның бәрі Жангүлім әнінің арқасы. Талай тойда талай қазақты билеткен тамаша ән бүгінде барша тыңдаушыға осылай жанды дауыста шырқалды. Иә, және де біздің тыңдармандарымыз балалық шағымның тәтті әні деп жатыр. Иә, еске алып жатқан шығар, өйткені енді көбісі сөйтіп жазады негізінде. Балалық шағымды еске түсірдіңіз, Зарина. Ту, менің сол кішкентай кезімді жаңағы байқауларда орындап едім деп барлығы. Енді ол кезде шынымен де бүкіл кішкентай бала, қыз болмасын, мектеп қабырғасында барлық орындап шыққан шығар осы әнді. Иә. Енді Қыз болмағаныма өкіндім ғой, біз айтар едім деп. сол себепті айтып жатырмыз ғой жаңа, бұл әннің өзінің сондай бір ерекше қасиеті бар шығар. Аппақ гүлдер, сол кезде кит болған Жангүлім, сосын ай деген әндер. Өктем Алтаев. Иә, тамаша әндер. Мінекей, бүгін осылай сол бір тамаша шақтарды еске түсіріп жатқан жайымыз бар. Енді қазіргі кезде кімдермен жұмыс жасап жатырсыз? Байқасам, 3 айда, 4 айда бір ән жазып, бір клип түсіріп, сондай өте белсенді жұмыс істеп жатқан сияқтысыз. Кімдермен жұмыс жасап жатырсыз? Композитор. Жан жақтымын шынымен де. Жас композиторлермен жұмыс жасап жатырмын. Кішкене заманауи әндер де шығып жатыр. Кішкене халыққа жақында әндер шығып жатыр. Қазақи әндер де шығып жатыр деген сияқты. Заманауи әндерге келгенде бір жас композитор Бауыржан Бимаханмен біраз жұмыс істедім. Жақсы көрем деген ән шықты. Біраз енді халықтың көңілінен шыққан сияқты менімше. Жақсы көрем деген ән. Бейнебаян да бар. Бейнебаян да бар, иә, сондай бір ерекше бір шляпа киіп жаңа. Тек ерні көрініп. Иә, тек ерін көрініп сондай өзіміз. Сосын барып жаңағы, содан кейін Бауыржан Бимахан екеуміз тағы бір творчестволық сондай бір тандемге келдік. Тағы бір ән шықты, бәрі бекер деген жақында ғана. Сондай бейнебаян, сюжетті сондай бейнебаян деп айтсақ болады. Бұл ән кішкене заманауи, жастарға арналған, сондай бір басқаша. Басқаша стильде. Деген сондай бір нелері бар да, андай мелодиясы, иірімдері бар, иә. Енді мен кішкене Востокқа жақынмын негізінде, шығыс сондай әндеріне. Сол себепті болатын шығар, сондай бір ұнады өзіме осы ән. Енді шығып жүр қазіргі уақытта. Бірақ сосын барып енді осы ән шыққаннан кейін Ернар Айдар ініміз звондады. Екеуміз бір жақсы ән шығардық. Бауыржан Есебаевтың әні Мөлдіреген ай деген бір керемет ән шықты. Ол әнде мүлдем енді қалай айтсам болады, бір 2-3 күнде шығар, енді көп жаңағы халықтың құлағынан
жүректерінен орын алған сияқты болды менің ойымша. ютубтағы қаралымы да көп. Тек қана жаңағы суретпен ғана салып қойған, соның өзінде қаралымы миллионға жақындап қалған. Иә, сөйтіп Ернар екеуміз қуанып қалдық, шынымен де. Өзі бір сондай кездейсоқ өлең болған негізінде. Зарина, қалай қарайсыз, осындай деп ұсыныс жасағаннан кейін жарайды деп жаңағы келісіп, сондай бір тез жаза салған ән болды. Негізі хиттардың бәрі солай болады. Солай болады екен, аяқ астынан тез ойламаған жерден. Өйткені көп дайындалып жүрсең, бір жері білмеймін, болмай қала ма. Енді ойламаған жерден шыға келеткен сондай хит деген ән. Иә. Ал енді сіздің продюсеріңізді білеміз. Иә, ағамыз. Ал музыкалық продюсер бар ма? Жоқ, бәрін өзім таңдаймын. Өзіңіз, бәрін. Өзімнің көзқарасым, өзімнің ішкі жан дүнием не дейді, өзімнің жүрегімнің сеземін, менің даусыма келетін ән болсын. Жаңағы енді Ернар жібергеннен кейін әннің 1-2 нотадан кейін белгілі болды сразу. Ұнады бірден. Менің құлаққа кірді қысқасы. Құлаққа кірді, менің даусыма әдемі келетіні жүрекке жетті дейсіз. Енді әрине қазіргі уақытта шынымен де сондай әдемі әндер аз негізінде. Сондай әдемі әндерді жазатын кісілер де аз. Шынымен айтсам, неше түрлі әндер келеді. Күніге WhatsApp-тан келе береді. Зарина ханым, тыңдап көріңіз, мынандай ән бар деп. Енді негізі әннің жамандығы жоқ деп ойлаймын, бірақ енді әр әннің өзінің жаңағы қалай айтсам болады, әншісі бар. Енді маған көбісі келмейтін сияқты, көп әндерді ұната бермеймін. Сосын андай әуені кішкене әуенсіз әндерді ұнатпаймын шынымен де. Әуені керек менің ойымша. Ритмға құралған. Иә, сондай бір енді 1-2 жаңағы болады ғой, қазір енді заманауи жастар айтып жатыр ғой. Енді бәрі қайталана береді. Білмеймін енді. Маған бір ерекше болу керек дейсіз ғой, өзімнің бір деген сияқты сондай бір. Енді сүйем демекші Зарина ханым, біздің тыңдармандарымыз бүгін өзіңізге сезімдерін білдіріп жатыр. Зарина ханым мен түйдей құрдаспыз. Бұл кісі 13 жасында әнші балапанға қатысты. Қандай ән айтқаны есімде жоқ. Мен ғашық болдым Заринаға. Бала махаббат, теледидардан қайталап берсе екен деп жүрем. Өзім ұялып отырам. Үйдегілер менің ғашық екенімді біліп қоятындай. Әлі де даусы өзгермепті, аман болыңыз, әлі де сезімім өшпеді дейді. Десе де есімін жазып алыпты. Соңында деген сияқты. Тамаша осындай сезімге толы эфир болып жатыр. Қызық болады сондай. Мені көрген жаңағы енді бұрынғы сол қалай айтсам болады, бұрынғы заманның жаңа жастары, сол кездегі барлығы енді көрген адам, осы қызға бәріміз ғашық болып едік, осы қыздан телевизордан көрсек бәріміз ғашық. Мен айтам, менің ойымша сол кезде енді біздер аз болдық қой. Қыздар аз болды ғой енді бүйтіп жаңағы сахнаға. Және тағы бір айтатын нәрсе, ішінде билейтін қыздар аз болды. Сіз шығыс биін билейтінсіз, ән айтып тұрған кезде билеп айтатынсыз. Бәрін істейтінбіз. Сол себепті енді әрине маған өте жаңа көңіліме енді күшті, приятно дейді ғой енді. Жақсы сөз айтып жатқанды кім ұнатпайды, иә? Әрине. Тамаша, құрметті радио тыңдаушы, айта алмай жүрген, бұрын айта алмай қалған сезімдеріңіз болса хабарласыңыздар. Бүгін хаттарды қабылдаймыз, сыр ашамын десеңіздер міндетті түрде. Ал біз енді ән айтып үлгермей қалмас үшін тағы да бір ән айтайық. Қандай ән бар? Енді бұл ән мен үшін өте ерекше ән, өмірді сүйем. Бұл әнді шығарған менің анам, Шаттық Назарова. Осы әнді айтқым келіп тұр. Негізі менің репертуарымда көп әндер бар. Сөзін анам жазған, әнін әкем. Сондай бір орындайтын қызы. Сондай бір керемет әндер бар. Бірақ енді бүгін барлығын орындау мүмкін емес. Сол себепті осы сүйем деген әнді қабылдасын. Өзіңіз ән жазбайсыз ба? Жоқ. Өкінішке орай маған сол дарымапты. Арасында болған жоқ болсын, мен шығарып көрейінші осыны. Мүмкін шығып қалар деп түнде бір ойланып, түннің бір бағында тұрып, ашылып жүріп ондай болған жоқ па? Жоқ, менің дереу жаңағы әнді қалай орындау керек екен, соған кетіп қала беремін. Десе де ініңізге дарыды бұл. Ініме, туған ініме дарыды, әкемнен шығар енді әрине. Інімнің біраз әндерін айтып жүрмін. Ол сондай бір... Аяма деген ән,
бумбок стилінде жақсы көреді. Сондай бір ерекше бір сондай. Заманауи. Заманауи. Еуропалық стилде. Ал біз қазақи стилде тамаша ән орындаймыз. Сіздер бізбен бірге қосылып айтсаңыздар да болады. Өйткені тамаша өмірді сүйемін әні Зарина Омарова біздің әуе толқында жанды дауыста әуен бэндпен бірге ән шырқамақ. Өмір өзені жылжып ағады, арман құстары ұшып барады. Өткен күндерді белгісіз сыры айта алмай жүрек, неге жаралы жылдар сырлар. Өмір өтеді сүйем махаббаттың отын, жүрегімнің үні, табиғаттың гүлі. Сүйем, сүйем өмірдің белесін, жанымның елесін, арманның үлесін. Алыс жылдарға жақын келеміз, тағдыр сыйларын берсе көреміз. Қуаныш қайғы, бақыт байлығы көреде жүрек, ғұмыр кешеміз жылдар сырлар. Өмір өтеді сүйем махаббаттың отын, жүрегімнің үні, табиғаттың гүлін. Сүйем, сүйем өмірдің белесін, жанымның елесін, арманның үлесін. Зарина Омарова, тамаша, өмірді сүйемін. Иә, осылай. Шында да тамаша. Бүгін биледік, жанымыз тебіреніп, осылай ойға да шомдық. Оның бәрі Зарина Омарова мен әуен бэндтің арқасы. Бэндке көп рахмет.
сондай импровизация жасап тез мені алып кетіп жатыр. Өте керемет. Енді біздің қыз жігіттер апта сайын осылай әншілер келеді, апта сайын осындай ойдан шығарып кейбір жерде қосып жіберіп сондай ойнауларына тура келеді. Өйткені енді жанды дауыс болғаннан кейін оңай емес. Оңай емес, әрине. Бізге тыңдаушылар қарап отырып ана жерінде шатысып қалды деп айтуы мүмкін. Бірақ бұл бірден ойлап тауып ойнап кету өте қиын. Жаңағы айтады ғой, музыка ойнау немесе ән айту ол 1-2 сағат қара жұмыс істегенмен бірдей деп. Дұрыс, иә. Сол енді шатасып қалыпты деп айтатын тыңдармандарымыз біздің әнге құмар атты байқауға қатысып көрсін өздері. Егер де жеңімпаз атанса, осы әуен бэндпен бірге ән салайық бағдарламасында жанды дауысты ән шырқайтын болады. 1 сағат. Сол кезде біз қарап отырып айтып отырмыз. Дұрыс айтасыз. Ал енді бізде WhatsApp-та хаттарды оқи отырайық, әйтпесе тыңдаушыларымыз ренжіп жатыр, неге оқымайсыздар деп. Қайырлы кеш, қазақ елі. Жақсы әке, балаға 40 жыл азық демекші. Марат Омаровтың абыройы Зарина қарындасымыздың өзіне ғана емес, немере шөберелеріне жетеді деп ойлаймын. Алтынның сынық емес пе? Зарина да кішкентай кезінен өзіне тыңдармандарын тәнті етті. Біздің бағымызға орай Зарина да Марат ағамызда халықтың алдында өнерлерімен сусындатып жүре берсін дегім келеді. Қай елде екен есімде жоқ, Марат Омаров ағамыздың бір шетелдік байқауда керемет атап шақырды және Марат ағамыздың жүріс-тұрысын, ән айту мәнерін көріп, мақтаныш сезімі кернеді мені дейді. Нұрболат деген біздің тыңдаушымыз осылай хат жолдапты. Жарайсыз деп бұл шапалақтап жатқан. Өте көп бізде смайликтер келіп жатыр. Ал енді менің тағы бір білгім келетін нәрсе, Зарина Омарованың уақыты қалай бөлінген? Пайызбен есептегенде. Музыкаға, отбасына, Инстаграмға. Қайсысы қанша? Ой, шынымды айтсам, уақытым жетпейді, әрине. Негізі менің ең басты міндетім ол аналық, жарлық міндетім. Оның бәрін жасамайынша мен басқандай нәрсеге көшпеймін, шынымен де. Өйткені о баста сен әйел болып туылдың ба, сен өз міндетіңді атқар бірінші. Сосын барып өз жұмысыңды жасайсың. Көңілің, жолдасыңның көңілін тап, балаларының көңілін тап, сабақтарын дұрыс істеді ма, үй таза ма, тамақ жасаулы ма, киімдері тіктеулі ма, соның бәрін қадағаланғаннан кейін барып қана өзім шығармашылықпен айналысасыз. Жатып алып жіберген әндерді естеймін, тыңдаймын. Қайсы ән жақсы еді, қайсысын алайын деген сияқты. Ал гастрольге кеткенде қалай? Bir қазан тамақ? Гастрольге кеткенде әрине көмекшілерім бар. Бірақ менің жолдасым тек қана өзім жасағанды жейді. Өзіндай. Сол себепті мен өзім жасап кетем, әрине бәрін. Бірақ енді кейбір кезде үлгермей қаласың. Енді неше түрлі біздер енді келіп, дереу ұшып келіп, дереу ұшып кететін кездеріміз болатын негізінде. Сол себепті жолдасыма көп рахмет айтам. Түсінікпен қарайды маған соның бәріне. Сол себепті көмекшілерім бар негізінде. Ол сіздің өнеріңізді сыйлағандықтан, сізді қолдағандықтан деп білеміз, және де біз де алғысымызды білдіреміз. Өзі кішкене сенбей басында негізінде мен өзім ойлаймын да, енді жолдасым ойлаған шығар. Жарайды, енді шыға салсын, көре салсын, бір екі ән жаза салсын. Қазір енді не болды, не болып кетті, қайда кеттің де жағы. Ойлаған жоқ қой бұлай. Енді мен өзім де ойламадым. Шынымен де халықтың жағы дереу 10 жылдан кейін есімінде қалып қояды екенмін деп жағы. Енді қаяқтан білесің? Жоқ, бар екенбіз, Құдайға шүкір. Әлі есінде бар екенбіз. Сол себепті енді жолдасым екеуміз кішкене таң қалдық шынымен де. Қазір енді балаларымда мама не болды саған? Қасымызда жүреді. Қайда жүрсіз деп сөйтіп. Телевизордың ішінде не істеп жүрсіз деп. Енді тектен текке айтпайтын шығар, өнер жолы ауыр жол деп. Кішкентай балалармен түсем қызғанады балаларым. Қызғаныш болды. Енді Зарина ханым, бүгінде эстрада жұлдыздарының арасында кино түсіріп, немесе өзі киноға түсіп, сондай бір дәстүрге айнала бастады ғой, жиілеп бара жатыр. Ал біз білеміз, бала күніңізде сіз саған күшік керек пе атты фильмде басты рөлдердің бірін сомдадыңыз. Бүгінде киноға шақырту, немесе болашақта өзіңізді кино әлемінде көруге сондай жоспар бар ма? Хабар агенттігінде тағы да сүй телехикаясына түстім. Оны білеміз жақсы. Ұсыныстар келді. Бірақ бір ұсыныс 4 ай деді. Бір ұсыныс жарты жыл деді. Сонда жүру керек. Жүру керек. Шынымды айтсам, басқа жаңағы ән жағынан үлкен проекттер болды.
сол себепті солар жеңіп кетті негізінде. Енді шынымен де қалай айтсам болады, енді қазір көптеген жаңағы проекттер, көптеген бағдарламалар шығып жатыр ғой енді жаңадан. Жаңа маусымдар деген сияқты сондай бір керемет. Сол себепті мен өзім шешім бойынша соған қатысайын деп ойладым жаңағы. Алматы моя первая любовь, фестивальдар сондай. Өйткені оның барлығына да уақыт керек. Сосын жаңағы бұйырса қазір сағындырған Әндерай бар. Сосын жаңағы Мадина Ералиева апамыздың еске алу кеші, соғанда енді Мадина апамыздың бір әнін айтайын деп жатырмын. Сол себепті сондай бір мерекелік кештер болсын, сондайға шешім алдым, соған барайын деп. Түске дейін барып қайтатын түсірілімдер болса, Зарина барма шақырыңыздар. Өйтіп алтайлап шақыруды қажет жоқ. Өйткені мен өзім сондай. Кім тамақ жасайды ол кезде? Отбасы сондай анамын, сол себепті ең бастысы мен өз отбасымды бірінші орынға қоямын. Міне жазып жатыр бізде. Тағда сүй сериалында өте керемет ойнады Зарина Маратқызы. Сәлеметсіз бе? Тамаша дейді. Ұнатыпты сіздің актрисалық қырыңызды. Өзіңізге қалай? Актриса болып көрдіңіз, ойнадыңыз, ән айттыңыз. Екеуінің қайсысы қиын? Актриса бол әрине. Ол менің енді 100% менің нем емес қой. Сол себепті басында жаңағы режиссерлар жаңағы енді бәрі Зарина ханым деп. Бір-екі сценадан кейін енді ашуланады ана мен. Зарина ханым. Сондай бір кейін ханым болған жоқ. Зарина, сіз енді қалай көрмей тұрсыз, мына жерде былай ойнау керек. Енді адам өзі сондай қорқып қалдым да енді. Ой, құрсын дұрыстап ойнап шығайыншы, мына абыройды кетірмей мына жұрттардың деп жаңағы осы түсірімін жасап жатқан деп. Сөйтіп енді аяғында әйтеуір ойнап шықтым. Сіз үйдегідей жүре беріңізші дейді ол маған. Үйде қалай жүресіз? Тура солай жүріңіз. Жарайды. Енді киноға түсіп көрмеген адамға өте сондай қиын екен. Бірақ 3-4 сахнадан кейін Зәкен кетті. Тәжірибе жинап алды. Жинап алдым. Көрдім қалай екен. Былай жігіттер мына жақта түсіреміз деді. Жоқ, былай болмайды екен, былай түсірейік деп жаңа өзімше. Жоқ, сондай бір керемет әсер алдым. Өте керемет. Әрине сахнаға жаңағы Зарина, сіздің бүгін сахнаңыз сөздерін жаттаған жоқпын, машинада жаттап жаңағы сөйтіп үлгеріп әйтеуір басқа да ән айтатын жерлерім бар. Сол үлгеріп әйтеуір түсіп шыққан сондай бір телехикая болды. Бірақ өзі сондай бір жақсы бір көрермен жалғасын сұрап жатқанын көп естимін. Және де керемет түстіңіз деп бізге де түрлі хаттар келіп жатыр. Және де тағы бір ән айтсыншы дейді. Енді бізде санаулы минут қалды. Айталамыз. Ән айтамыз. Әлі де 9-8 минут уақытымыз бар ғой. 2 әнді шырқауға мүмкіндігіміз бар. Ал ендеше сахнаға. Қандай ән айтамыз қазір? Қазіргі айтатын әнім негізі бұл ән енді ретро ән деп айтсақ болады. Бірақ өзіме сондай ұнайды әуені. Айтып көрейін. Жақсы. Қаздар қайтқанда. Күзде осы тақырыпқа мезгілге сай ән былайша айтқанда ән салайық бағдарламасында дәл қазір Зарина Омарова орындамақ. Ал сіздер біздің әуе толқынынан алыстамаңыздар. Көк жүзінде барады қаздар қайтып, күндер солай өтеді шалқып сағыныш қой саралы жапырақта жақсылықты жолында жатқан балқып сағыныш қой саралы жапырақта жақсылықты жолында жатқан балқып аққайыңда қалады дір-дір етіп жанымызды бір кезде күлдіретін
жапырақтар өзім ерін соңғы рет бір жүретін жазғы бақта саулайды жапырақтар өзім ерін соңғы рет бір жүретін жапырақтар өзім ерін соңғы рет бір жүретін жазғы бақта жаулайды жапырақтар өзім ерін соңғы рет бір жүретін Зарина Омарова және де бізде санаулы минуттар қалды, сондықтан тағы бір әнді айтып сол бүгінгі бағдарламаны тәмамдасақ. Зарина ханым, алғысымызды білдіреміз өзіңізге. Уақыттың тығыздығына қарамай, ән салайық бағдарламасына келіп, жанды дауыста 1 сағат аясында ән шырқағаныңызға. Жақсы көрем деген әнді қабылдаңыздар. Тамаша. Бұл ән салайық, Зарина Омарова. Жақсы көрем. Тыным таппай бұл жүрегім сен іздеген махаббат әлемі бізге сыр шерткен екеумізге тағдыр бақыт нұрын сепкен жүрегімді тек жаулап алдың өзің жүрегімді арбап алдың жаңа жағаны сүйем деген сөзің тәттісін ай сені көңілім қуана береді жаным саған шын ғашықпын сезім шынайы байлап алды мені тәттісін ай кел жақсы көрем бізді қосқан тағдырға сенем мәңгі сүйем деп уәдемді берем маған қолыңды бер жаным кел жақсы көрем бізді қосқан тағдырға сенем мәңгі сүйем деп уәдемді берем маған қолыңды бер мәңгіліксің арбов ошайық бірге бақыт жылы жол ашады екеумізге сен ғашықсың маған ғашықпын мен де бұзылмайды біздің жоқты енді ештеңе жүрегімді тек жаулап алдың өзің жүрегімді арбап алдың жаңа жағады сүйем деген сөзің тәттісін ай сені көңілім қуана береді жаным саған шын ғашықпын сезім шынайы байлап алды мені тәттісін ай кел жақсы көрем бізді қосқан тағдырға сенем мәңгі сүйем деп уәдемді берем маған қолыңды бер жаным кел жақсы көрем бізді қосқан тағдырға сенем мәңгі сүйем деп уәдемді берем менің сөзіме сен көп рахмет. Бұл ән салайық бағдарламасы және де Зарина ханым сізге алғыс білдіреміз. Осылай 1 сағат көлемінде бізбен сұхбаттасып тамаша жанды дауыста ән шырқағаныңыз үшін әрдайым шығармашылық табыстар тілейміз. Отбасында болсын, эстрадада, сахнада болсын, әрдайым осылай жайнап жүріңіз. Және әуен бэндке 1000 алғыс жігіттер, қыздар, сіздерге жанды дауыста біздің бүгінгі студия қонағын сүйемелдегендеріңізге және де қадірлі радио тыңдарман міндетті түрде ән салайық бағдарламасында әнге құмар байқауына қатысыңыздар. Және де барша біздің тыңдаушыларға, хат жазған, хабарласқан тыңдаушыларға шын жүректен алғыс білдіреміз. Әрдайым Қазақ радиосымен бірге болыңыздар. Әр сейсенбінің кешінде сіздермен бірге ән салайық бағдарламасы. Әр қазақтың шаңырағында ұлы даланың үн жариясы Қазақ радиосы қосулы болсын.